Исаның ісі, оның адамдар үшін болған айқыштағы өлімі ақтап алу, құтқару деп аталады. Иса бізді күнәнің құлдығынан азат ету үшін үлкен құн төледі. Бұл құнның үлкен болғаны сонша, енді біздің кері қарай құлдыққа оралуға жол жоқ. Бір кездері мен газеттен бір оқиға жайында оқыдым. Бұл маған құн төлеудің мағынасын жақсы түсіндірді. Қазір мен сіздермен осы жайында бөлісетін болам. Бұл кішкентай қалада, менің ойымша Миссисипи өзенінің жағасында орын алған. Ол жерде бір бала тұратын. Жасы шатаспасам 7-8 шамасы. Оған өзен жағасында өзінің қолымен жасаған желкенді қайықпен ойнаған ұнайтын. Онысына өте риза болатын. Және оның көзінше жасаған адам ретінде бұл әлемдегі ең тамаша қайық еді. Бірнеше күн бойы бала қайықты толқындарға жіберіп ойнады. Міне бір күні ол тағы бір рет суға түсіргенде кездейсоқ жел келіп қалды. Ол желкенді үрлеп қайықты өзеннің ортасына қарай ала жөнелді. Бала оны ала алмайтынын түсінгенде жылап қоя берді. Оның әкесінің айтуы бойынша, ол Миссисипи өзенінің жағасымен ұзақ жүгіріп отырып, өзінің қайығын шақырған болатын. Қайығының қайтып келетініне үміттенген бойы, бірақ қайық ағынға ілініп өзенмен төмен қарай аға жөнелді. Содан кішкентай баланың жүрегі жараланып қалды. 3 ай өткен соң бала әкесімен үйінен 35 миль қашықтыққа жолға шықты. Әкесінің жұмыстарымен. Олар жағалық қаланың басты көшесімен келе жатып, бір ғимараттың қасынан өтті. Оның ішінде ломбард іспетті дүкен болды. Мұндайлар қазіргі кезде көптеген мемлекеттерде бар. Ол жерге бір затыңызды әкелгенде сізге сол үшін ақша беріледі. Ал егер затыңызды белгілі бір уақытта қайта сатып алмасаңыз, ол сатылымға қойылады. Осындай ломбардтың қасынан өтіп бара жатып, бала кездейсоқ күйі көзі сөреге түсіп кетті. Өзінің таңғалғанына өзінің қайығын көрді. Оны сатылымға қойған екен. Бала қатты қобалжығаны сонша қолын әкесінен алып қалып, дүкенге қарай жүгіріп кірді де ломбардтың басшысына қарап былай деп дауыстады: "Бұл менің қайығым, қайтарыңдар!" Бірақ ломбардтың басшысы: "Жоқ, бұл қайық менікі, мен оны сатып алдым" деді. Бала ашуланып: "Жоқ, менікі, мен оны істедім" деді. "Жарайды, онда оны сатып алуың керек" деді. Бала қапаланып кетті. Оның ақшасы болмады. Осындай қиын жағдайға тап болған баласын көріп, әкесі оған сүйікті қайығын сатып алу үшін қаражат берді. Енді біз осы оқиғаның ең басты сәтіне келдік. Ломбардтан шығып бара жатқанда, әкесі баласының өз қайығын айтып жатқанын естіп қалды. Міне мына сөзді айтқан. Назар аударыңыздар. Өз қайығыны қарап тұрып бала былай деді: "Мен сені бір рет жасадым, ал енді бір рет сатып алдым." О, міне, құн төлеп құтқару деген осы. Құдай бізді өзіне ұқсас етіп жаратты. Ал содан кейін біз күнә жасаған кезде, бізді күнәнің құлдығынан өзінің ұлының қанымен төлемін өтеп сатып алды. Сіздерге қарап, Құдай былай деп айта алады: "Мен сені жараттым, ал енді сатып алдым." Міне осыны Мәсіх айқыш ағашта адамдар үшін орындады. Бірақ төлемін өтеу деген не?